Қадірлі соғыс ардагерлері мен тыл қызметкерлері, сіздерді жеңіс күнімен шын жүректен құттықтаймын. 1945 жылдың 9 мамыры жұртшылық жадында біздің халқымыздың ерлік үлгісі, мұқалмас қажырлығы мен мызғымастығының символы болып келеді. Қымбатты ардагерлер, сіздерге шын көңілден денсаулық, тіршіліктің ұзақ та жарқын, алаңсыз күндерінің жан шуағын, жақын адамдарыңыздың қамқорлығы мен ықыласын тілейміз. Сіздерге және отбасыларыңызға ізгіліктер мен игіліктер тілейміз. 9 мамыр ұлы жеңіс күніне арналып өткізілген тәрбие сағаты өскелең ұрпақ студенттерінің бойында отанға деген сүйіспеншілік, жеңіске деген құрмет, жеңіс ата-бабаларымыздың арқасында оңайлықпен келмегенін ұғынды деп ойлаймын. Мейрамдарың құтты болсын жігіттер, болмасынша көңілдеріңде күдіктер. Мейрамдарыңмен аға, іні, бауырлар орындалсын алға қойған үміттер.